Сәлеметсіздер ме? Эфирде не жаңалық айдары. Студияда мен Ясмина Молдагалиева және студия қонағы Дәурен Айдосұлы. Дәурен аға, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңізде не жаңалық? Жалпы біз осы жақында сәуірдің басында, яғни сәуірдің 5-і мен 6-сы Өскеменге барып келген болатынбыз. Біздің осы білім инновация лицейінде оқимын, және сол білім инновация лицейлер арасында өткен республикалық волейболдан жарысқа барып қайттық. Сол жарыста біз өзіміздің мектебіміздің атағын қорғап, осы біздің мектеп тарихындағы ең тұңғыш чемпион атандық, келдік қайтып оралып. Және де тағы жаңалықтардан осы мамырдың басында, мамырдың 1-і мен 4-сі арасында Ақтауда робототехника саласынан FTC деген жарыс болады. Сол жарысқа біз осы біздің мектептен команда шығып, Гамбит деген команда шығады. Сол команданың мен, получается, кодері болып саналамын. Біз сол жарысқа сол 1-і мен 4-ші мамыр арасында барып қайтамыз. Керемет. Спорт түрлері өте көп. Сіздің таңдауыңыз неліктен волейболға тоқтады? Негізі мен өзімнің спортқа деген қызығушылығымды волейболмен бастаған жоқпын. Басында бүкіл осы Қазақстандағы бүкіл ұлдар сияқты негізі футболмен бастаған. Үлкен 2 ағам бар. Сол 2 ағаммен бірге ойнап жүрген. Сол екеуі әрқашан мені өздерімен бірге алып шығып, кішкентай мені үлкен воротаға тұрғызып қойып, маған тебетін еді. Содан басталды негізі. Сосын бір 5-ші классқа дейін футбол ойнап жүрдім достарыммен. Бірақ бір күні футболдан үлкен балдармен ойнап жүрген кезде олардың әділетсіз ойнағандығы маған қатты жүрегіме тиіп кетті. Мені итерді. Мен олардан допты тартып алайын десем, олар маған жала жауып, сен не аяқтан тебесің деп жала жауғаннан кейін мен негізі футболға қызығушылығым кетіп қалды. Сол кезде менің осы үлкен ағам волейбол ойнап жүретін болған аулада басқа балдармен. Сол кезде мен сол ағама айтқам, волейболға үйретші деп. Сол кезде бірге бастадым да, сол кезден бастап волейбол ойнай бастадым. Сіз жарысқа қатысқан кезіңізде қобалжу болды ма? Жарысқа қатысқан кезде қобалжу басында болды. Яғни негізі Өскеменге келерге дейін болмады. Біз өзіміздің командамызбен күлімдеп, көтеріңкі көңіл күйде келдік. Бірақ енді жарыс басталған кезде жаңағы ашылу салтанатында әрқашан қобалжу ұстаймын негізі көптеген жарыстарда, себебі ол сол кезде мен қобалжығаным менің табиғи зат деп ойлаймын негізі. Ол прям болу керек зат деп ойлаймын. Сол қобалжығанды мен өзім ұстап, ол жарыс, сен өзің мына жерде өзіңнің деңгейіңді, дәрежеңді сол жерде көрсету керекпін деп өзіме айтам. Сол кезде қобалжу кетеді негізі. Басқа да спорт түріне қатысасыз ба? Қазір жоқ, бірақ мен алдыңғы жылы 3 айдай ма, 4 айдай ма баскетбол спортына қатысқанмын. Сіздің тренеріңіз кім? Оның қандай сөздері қанат береді? Бізде негізі тренер жоқ. Бізді 11-ші сыныптың, жоғары сыныптың оқушылары үйретеді. Ол оқушыларда, егер ұмытпасам, КМС несі бар, деңгейі бар волейболдан. Олар сол 5-ші сыныптан бастап волейболға қатысып, волейболдық мектептен тыс клубтарға қатысып жүрген балдар болғандықтан, олардың волейболды өте жақсы ойнағандықтан, бізге волейбол үйрететін солар. Сөзі десеңіз, ешқандай сөз айтпады негізі. Тек жаттығулармен айналысып жүрдік негізі. Дәурен аға, осы медальдарды қай спорт түрінен алдыңыз? Мына екеуі волейболдан болатын. Мынау осы алдында болған республикалық жарыстан алып берген медалім. Мынау күзде бізде
Алихан дейтін волейболдық клуб бар. Сол клубқа осы Ақтөбедегі жақсы ойнайтын волейбол ойыншыларын өздеріне жинап жарыстарға барады. Сол мен де сол клубқа кіргем бір рет. Сол бізге Ақтөбеге осы біздің басқа түрлі қалалардан жеке клубтар келген. Сол жеке клубтардың ішінде Сана спорт деген клуб келді. Астанада өте танымал жеке клуб. Сол жарыстан осы біз атсалысып алған медаль болатын. Ал мына медаль бұл негізі спортқа дым қатысы жоқ медаль. Бұл медаль мен 8-ші класста химиядан облыстық олимпиададан алған медаль болады негізі мына медаль. Осындай жетістікке қалай жеттіңіз? Біріншіден менің ойымша бұл менің 3 жас үлкен ағама келетін сияқты. Себебі бірінші сол осы негізі ол бірінші болып осы білім инновация лицейіне түскен болатын. Соның жетістіктеріне көріп, оның да көптеген жетістіктері бар. Көптеген ол енді бірақ спорттан емес, білім жағынан көбірек алған. Алтын облыстық олимпиадалардан алған, республикалық олимпиадалардан алған. Және соның жетістіктерін көріп, өте өзімде мен де сондай болғым келеді, қатты болғым келеді деген сияқты талпыныс пайда болды. Сол кезде мен мамам достық деген осы білім инновация лицейіне түсуге көмектесетін курстарға жазды. Мен сол курстарға барған кездегі қиындықтардан өттім. Ол қиындықтар ол не болды? Үйден сол курс болатын жерге бару болды негізі. Себебі мен өзім Нұр-Ситиде тұрамын. Ал курс болатын жер ол не жақта? Нұрдәулет жақта. Нұрдәулеттің арт жағы. Сол Нұрдәулеттің арт жағы болғандықтан мен таңертең таңғы 6-да тұрып, тамақ ішіп, сосын 7-де автобусқа үлгеруім керек болды. Егер үлгермесем, сабаққа үлгермейтін едім. Сол автобусқа мініп, сол автобусқа мінген кезде мен кішкентай бала болдым, бойым кішкентай, 6-ші класста. Сол кезде мен кірген кезде мен отырмаймын мен. Ана жерде үлкен кісілер келеді, соларға орын бердім. Және мен сол автобустың бір шетіне тұрып, сол жерде сол конечный соңғы остановкасына дейін күтетін болғам. Сол кезде мені көптеген адамдар кіреді автобусқа енді. Ол осы Ситиден ең көп мінетін автобустардың бірі, 51-ші автобус. Сол мен кірген кезде мені көбісі итеріп тастап, мен жарда қысылып, маған біртүрлі сезімде тұрып қысылып, әрендеп баратын едім де. И сол негізі мен бармай қоюыма болатын еді ғой. Мен түспеймін, мен жай мектепте оқи берем деген сияқты негізі ойлар болған. Бірақ мен өзіме сөз бердім, ағама да сөз бердім, бірге оқимыз ғой деген сияқты. Сол өзімнің сол білімге деген сол барып білім алам деп өзім талпынғаным, сол мен жетістіктерім деп ойлаймын негізі. Сол және осы оқиғадан кейін мен әр қай зат болмасын, спорт түрі болсын, басқа білімдік олимпиада болсын, басқа экзамендер болсын, мен деген өзім бүкіл өзімді беретін дәрежеге жеттім соның арқасында. Волейбол ойнаған кезде жарақат алған кезіңіз болды ма? Волейбол ойнаған кезде болған. Өте ол қызықты оқиға. Негізінде жай 9-ші класты бітіргеннен кейін, яғни бір 25-ші ма, 26-ші ма, мамыр уақытында. Және біз 9-ші класстан кейін бізде госэкзамендар болатын. Эссе жазудан, математикадан экзамендер болады, аттестацияға. Сол енді соған дейін сол экзамендерге дайындық болады біздің мектепте. Ал мен оған дейін үй жақтағы дос балдармен волейбол ойнап жүрген кезде өзімнің оң саусағымды, мына саусағымды қатты жарақаттап алған болатынмын.
қазір ана жерде сүйек шығып тұр, мен оны емдеген де жоқпын. Ол шығып кеткен кезде соғып алдым, и мына сүйек шығып тұр, и андай біртүрлі андай как будто шығып кеткен сияқты ма болды. Сынбады, бірақ шығып кеткен сияқты болды да. И мен бұны көп қозғай алмай қалдым. Бірақ менде келесі күні уже эссе жазудан экзамен болады. Сол кезде мен сол эссе жазуға енді мен өзім оңқаймын, саусағым ауырып тұр, енді сол кезде әрең деп бинтпен бүйтіп байлап алып, әрең деп барып сол экзаменді жаздым сол кезде. Волейбол ойнағанда қай позицияға тұрасыз? Қазіргі таңда дегенде осы мен профессионалды түрде волейболды осы күзден бастап ойнағам. Сол күзде маған ең ұнаған позиция ол центральный блокирующий позициясы болған. Ол позиция негізінде оңай позициялардың бірі, бірақ оның бір қиындықшылығы сен поледе көп жүгіріп жүруің керек боласың. Сіз қанша және қандай тілдер білесіз? Мен негізі 4 тілді білем, бірақ тек 3-еуінде жақсы сөйлей аламын. Ол қазақша, орысша және ағылшынша. Және де біздің білім инновация лицейінің аты негізі өзгертілген. Оның бұрынғы аты қазақ-түрік лицей болатын. Сондықтан бізде түрік тілінде береді. Бірақ мен түрік тілін аса қатты білмеймін негізі. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымым ол сен қандай зат істедің, және сен өзіңнің бұрынғы уақытта бұрында істеп кеткен таңдауларыңды, жасаған заттарыңа сен сенуің керексің. Себебі сен сол уақытта сол затты істегендіктен сен қазір өзің болып қалыптастың. Егер мысалға сен ол затты істемесең, өкініп, былай артқа қайтам деп, артқа қайтып істемеймін деп істемей қойсаң, ол басқа затқа келіп келуі мүмкін. Сондықтан менің ұстанымым, сен өзіңнің істеген затыңа сенуің керексің, сенің істеген затың әрқашан жақсыға әкелу керек. Жарысқа көп қатысқан сияқтысыз. Ал оның ішінде ұнаған жарыс болды ма? Иә, болды. Ол негізі көптеген жарыстарға қатысқан. Өздерінің және әр жарыстың өзінің атмосферасы болатын. Мысалға, волейболдан республиканский жарыста маған осы командамен бірге жүргеніміз, тренировкаларымыз ұнады. Тағы бір жарыс болды. Ол осы 2024 жылдың желтоқсан айында болған жарыс. Ол жарыс қайтадан біздің осы біздің білім инновация лицейлері арасындағы жарыс болған. Iron Mind деген жарыста біз, яғни бір командада 3 адам болатын. 3 адам, және ол 3 адамның өзінің рөлі бар. Бір адам creative writing дегенге баратын. Creative writing деген ол креативті жазу. Мысалға бір ситуация береді. Мысалға жерге ғарыштан басқа тіршілік иелері келді деп елестетейік. Және солар келіп деген сияқты сөйтіп бастап береді. Ары қарай сол оқушы өзін жалғастырып кету керек жазып. Содан сол екінші адам public speaking дегенге барады. Public speaking деген ол осы публика көзінше шығып өзінің дайындап келген затын айтады. Мен сол біздің команданың public speaker болдым. Мен осы қазіргі таңда жасанды интеллект осы біздің көптеген жұмыстарды, жалпы айтқанда адамдардың осы біздің әлеуметтегі орнын ала ала ма деген мәселемен шығып айттым. Және үшінші адам ол Spelling Bee деген жарысқа қатысқан. Ол адамға бір ағылшынша қиын сөз айтады. Өте ұзақ және қиын. Сол сөзді адам әріп деп айтып беру керек болады.
сол жарыс жалпы барлығы қазақша болды. Қазақша емес, ағылшынша болды. Ағылшынша болғанда ағылшынша болғаны маған ұнады. Себебі білмеймін, өзіме ағылшын тілі қатты ұнайды. Өзі андай Америка елдерінің культурасы ұнайды. Және де біз ана жақта басқа команданың оқушыларымен де ағылшынша сөйлесіп, бірге достасып сөйтіп жүрдік. Сонысы маған ұнады. Волейбол ойыны денсаулыққа қалай әсер етеді? Жалпы волейбол ойыны адамға жақсы әсер етеді. Себебі адам әрқашан қозғалуда болады. Жүгіреді, секіреді. Және де сол жаттығуларда да көптеген қозғалулар жасайды да. Сол қозғалулардың арқасында адам өзінің денесін жақсы қалпында ұстайды. Волейбол ойнағысы келетіндерге қандай ақыл кеңес бересіз? Жай бастау керек деп ойлаймын. Просто егер ол бастау оңай негізі. Егер ұнамаса қоя қойсын, бірақ бастап көрсе, сол негізі ең басты қадам деп ойлаймын негізі, әр затқа. Ал ағылшын тілін қалай оңай үйренуге болады? Негізі ең оңай жолы ол ағылшын тілін үйрететін курстарға бару. Ол курстарда мұғалім ағылшын тілін жақсы түсіндіреді сол жерлерде. Тағы бір кеңес, ол адам өзі сол айналасын ағылшын тіліне айналдырып алу керек. Мысалға, телефондағы тілін ағылшын тіліне ауыстыру. YouTube және TikTok деген платформаларда ағылшынша видеолар қарау, ағылшынша кітап оқу, барлығы тілді үйренуге көмектеседі. Дәурен аға, менің ағылшынша сөйлеу манерімді сындап көріңізші, мен сізге ағылшынша сұрақ қойып көрейін. Where did you learn English? Well, first I learned English. First I introduced to English in first grade. I was the first generation of people that studied English from the first grade. And since then, my school has had English lessons every day. And in the fourth grade, I went to the English teaching club. And I was there for about 6 months. And there was a teacher that helped me with some words, with my vocabulary. And she helped me to learn the rules in English language. And then when I prepared for BIL exam, in that I had a tutor that helped me improve my English. And then when I got into my school, we intensively learned English because our subjects, science subjects like chemistry, physics, and so on, we would learn it in English. So that is when I started to really enjoy studying English. And after that, I just go to my school and learn from lessons. And then, as I said, I watched videos on YouTube on English. And that's it. Ясмина, осы сенің ағылшын тіліне деген құштарлығың маған өте қатты ұнап тұр. Және де осы менің саған айтқан кеңесім сенің осы ағылшын тілінің деңгейін әрі қарай арттыруға көмектеседі деп ойлаймын. Сіздің достарыңыз көп шығар? Негізі өте көп емес. Менің достарым тек осы біздің мектепте шығар. Бұрын менің осы үй жағымда достарым болған.
бірақ олармен мен қазір көп араласпаймын. Себебі біздің мектеп ол интернат болып саналады. Біз яғни дүйсенбіден жұмаға дейін сол біздің мектепте оқып және сол жақта жатамыз. Сондықтан мен өзімнің мына жақтағы достарыммен көп араласа алмай қалдым. Бірақ 7-ші класстың басында бір жарты жылға дейін ба сөйлесіп жүрдік, бірақ содан кейін сөйлесу өте қиынға ұшырады. Содан кейін мен осы үй жақта қазір көптеген достарым негізі жоқ. Тек осы мектептегі достарым бар. Сізде көптеген медальдар бар, кубоктар бар, және осындай жақсы мектепте оқып жатырғаныңыз үшін кімге алғыс айтасыз? Ең алдымен алғысымды негізі отбасыма беретін шығармын. Отбасы мүшелеріне беретін шығармын. Себебі солардың тәрбиесінің арқасында мен осындай дәрежеге жетіп тұрмын негізі. Өзімнің отбасымдағы әр мүшесі маған бір заттан бүйтіп береді да, бүйтіп. Ағам берді, мамам берді, әже берді, ата берді. И сөйтіп бүкіл берген заттарынан мен шықтым да. И тек сол бір адамды емес, сол бүкіл отбасыма алғыс айтамын. Бір мүмкіндік болса, ата-анаңызға қандай сыйлық берер едіңіз? Ата-анама не беретін шығармын? Бір таудың жағасында етегінде бір орман тұрса, және сол орманда бір өзен, көл тұрса, сол көлдің жағасында бір ағаш үй және 2 ешкі беретін. Себебі маған бір рет мамам айтқан, вот сондай үй салып бер, ағаш үй, ағаш үй, бір шыққан кезде ана жерде көл тұрсын, айналасы орман, арт жақта 2 тау, және қасыма 2 ешкі, чтобы сол 2 ешкіден сүт алып, сол сүт сатып, сөйтіп күн көретін дейді. Содан кейін өзің не істерің біл, өскен соң не істерің біл деп маған сөйтіп айтқан негізі. Анаңыз неге сізден осылай сұрады деп ойлайсыз? Білмеймін, негізі өзім. Енді мамам өте қызықты адам негізі. Басқа мамалардан ерекше болып келеді. Себебі достарым бар, көрем олар мамаларынан. Сіз деп сөйлейді енді. Дұрыс қой, сіз деп сөйлеу. Маған да негізі айтқан, мектепте сіз деп сөйлейді деп. Бірақ мен уже мамамның несі бар, ұстанымы бар да, баланы, яғни 13 жасына дейін үйретіп, сөйтіп жүру керек дейді да. 6 жасқа дейін ұрыспай, жай бүкілін бере беру керек дейді. 6 жастан 13 жасқа дейін ол уже нелер қою бастау керек дейді, жарлар. То есть мына жаққа мынадай істеме, мынау болмайды, шектеулер қою керек. 13 жастан бастап уже бала дос болу керек деп санайды мамам. Және біз екеуміз қазір жақын дос ретінде сөйлесеміз да, бір-бірімізбен әзілдесеміз. Және де сол мамамның сондай креативтілігіне, және де ол сонымен қатар ол журналист, ақын, оның креативті ойлауы деген енді менімен санағанда аспанда деп ойлаймын енді. Ол енді күшті негіз. Және сол сөйтіп ойлауы негізінде жай бір орында сол моментте просто ойына келген затты айтып жүрген сияқты деп ойлаймын негізі. Сондай адам ол негізі. Жай просто мен өзім шетелге кетемін деп айтқан бол, оқуға. Маған айтқан, короче. Енді шетелге мені бәрібір жібереді. Себебі ол менің тілеуім болғандықтан. Енді бірақ өзіне де андай бір пайда тиіп қалу керек деп ойлады ма, білмеймін. Сөйтіп жай ойына не келген, соны айта салды деп ойлаймын. Дәурен аға, студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Алар асуыңыз көп болсын. Сізге де рахмет. Ал қымбатты көрермендер, Дәурен аға екеуміздің сұхбатымыз тамам. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.